Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін қыстың соңғы күні 29 ақпан. Ауа райы керемет болып тұр, жып-жылы, әрі мен сабаққа 1 сағат ерте шықтым. Сіздерге видео түсіру үшін. Бүгінгі блогым метроға арналады. Мемлекетімізде ең алғашқы және әзірше жалғыз метро. Ал Бауыржан Момышұлы бекетінен бастайын деп тұрмын. Бұл бізде 11-ші бекет. Мына жерде мына Абай көшесі және Момышұлы көшесімен қиылысады. Бауыржан Момышұлы бекеті. Осылай кіреміз. Алматы метрополитені Бауыржан Момышұлы бекеті деп тұр. Осылай эскалатормен түссеңіз де болады. Мына бетінде көтеріліп жатыр. Мына жерде текпешекпен түссеңіздер де болады, өздеріңіз. Кетіп бара жатырмыз. Мына жерде тағы да осылай жолдың арғы бетіне өтіп кетсеңіздер болады. Біз мына жерде пойыздарға шығу деп жазылып тұр. Сол жаққа барамыз. Пойыздарға шығу деп тұр. Мына жерден сумкамызды қоямыз. Өзіміз өтеміз. Сумкамызды тексертеміз мына жерден. Осылай 100 теңге беру арқылы бізге мен қазір 100 теңге төледім. Осылай смарт жетон береді маған. Міне жаңағы кассадан алған жетонды осы жерге саламыз. Есік ашылды. Проездноймен мына жақтан төлесе болады. Ойбай, өтіп алайық. Енді біз қазір пойызға барамыз. Тоже эскалатор арқылы түсеміз. Мінекей келдік. Бауыржан Момышұлы бекеті. Осындай сұр түсте. Қоңыр сұр түсте екен. Жалпы метро Алматы қаласында 2011 жылы ашылған. Орта Азия бойынша Ташкенттен кейін 2-ші метро. Мына жерде міне қараңыздар. Бауыржан Момышұлы атамыздың суреті. Ерлік тайсалмас табандылықпен қайсарлықтан шығады деп жазып тұр. Мына жерде пойыздар жүреді. Мына бағытта жүреді біреуі. Келесі Райымбек Батыр негізі 1-ші станция. Біз қазір негізі 11-ші станцияда тұрмыз. Мен біртіндеп қазір 10-ші, 9-ші станцияларға барып түсіретін боламын. Мына жақта пойыздар қазір сол 1-ші, 2-ші станцияда келе жатқан. Сол бағытта келе жатқан пойыздар. Мына жақта келеді, қарап тұрыңыздар. Келе жатыр пойыз. Қазір пойызымызды күтіп тұрмыз. Мына жерде сағат көрініп тұрады. 14:38 болды сағат. Бүгін негізі 29 ақпан, ертеңнен бастап бізде 1 март. Ертеңнен бастап 1 наурыздан бастап бізде сағат 5-де ауысатын болып тұр. Бірақ мен түсінбей тұрмын, 1 сағатқа алға жылжымыз ба, кешіге ме әлде. Көрерміз енді. Ал астындағы сағат мына жерде 8:20 деп тұрған қазір жүріп жатқан. Ол пойыз келу уақыты. Қазір 8 минуттан кейін бізге пойыз келеді. Мінекей атамыздың суретімен. Бұл станцияның тереңдігі 16-да 2 метр екен, ал платформалардың ұзындығы 108 метр екен. Не уақыт болды? Пойызымыз келе жатыр. The doors are closing. The next station is Sararka. Достар, мен Сарыарқа бекетіне түстім. Іші қандай екен көрейік. Мынандай сарғыш. Достар, міне Сарыарқа бекетінен түсіп, қазір кішкене ішін аралайтын боламыз. Тереңдігі 33 метр.
мына платформаның ұзындығы 110 метр, тереңдігі 33 метр. Ал енді біртіндеп көріп шығайық. Қазір мына жерде астына торғай деп жазып қойыпты. Ат. Мына жерде қолына мамасының қасында тұрған. Мұнда балқаш деп жазып қойыпты. Су. Аржанда сыртқа шығуға көшеге шығып кетесіздер. Ондай люстралар осындай. Ұлы тау дейді. Еш әдемі екен. Мына жерде Бурабай деп жазылып тұр. Мына жерде Қорғалжын. Мына жақта Баянауыл. Шаңырақ сияқты маған люстралар күшті екен. Қоңыр мен сұр түсі араласқан цветте. Жерде бәйтерек, Хан-Шатыр, Астанадағы пирамида, Астана қаласындағы ғимараттар сияқты. Барлығы әдемі жасалған. Қыс па, қыш па. Қазір қандай әдемі. Күшті жасалған, иә? Ою-өрнегімен. Ал енді достар, келесі бекетке барайық. Мінекей бұл Сарыарқа бекеті. Ерекше екен бұл бекетте, маған ұнады. Сарыарқа бекеті. Қанша минутымыз бар екен, көрейік пойызға. Арғы бетіне шықсаңыздар, келесі жаққа жүресіздер. Мен өзімнің қазір телевизорға барайық. Қанша минут екенін көреміз. 4 минуттай бар. Сағат 3 болып жатыр екен. Пойыз келе жатыр. Қараңыз, жел болады ғой, шашып ұшып шығайын. Достар, мен қазір ғана пойыздан түстім. Москва деген станцияға келдім. Міне қараңыздар, пойыз келесі станцияға кетіп бара жатыр. Мен негізі кете берсем болады ғой, бірақ мен каждый станциядан түсіп қалып, келесі пойызды күтіп. Негізі осы пойызбен қазір мен сабағыма до конца соңғы аялдамаға дейін барсам болады, бірақ та мен әр бекеттен түсіп қалып, сіздерге бекеттің тереңдігі қанша, мынандай әдемілігін көрсеткім келіп тұр. Қараңыздар, Мәскеу бекеті деп жазылған. Қызыл түстес, қараңыздар, ерекше, иә? Жаңағы Бауыржан Момышұлы бекеті де, Сарыарқа бекеті де тек қана сұр түстес, қоңыр түстес болған. Қандай әдемі, ішінде мындай баспалдақтан көтерілесіздер. Лифтпен түсуге де болады. Міне осындай қызыл түстес, қызғалдақтың суреті сияқты, иә? Сұр түстес болып тұр. Бұл Мәскеу бекетінің биіктігі 11 метр ғана екен. Жаңағы Сарыарқа бекеті 33 метрге терең болған. Біз енді сыртқа шығып, жаңа эскалатордан түсіп көрмегендіктен сіздерге байқалмай тұр. Мынау Мәскеудікі 11 метр жер бетінен. Бір ерекшелігі бар, иә? Қып-қызыл, әдемі көрінеді. Мәскеу бекеті Абай көшесімен бір жағы Өтеген Батыр болса, бір жағы Алтынсарин көшесі аралығында орналасқан. Ал достар, Сайран бекетіне келдім. Мінекей Сайран бекетінде осындай бір суреттер бар екен. Қараңыздар. Тоже қоңыр түстес. Мінекей әдемі тоже қоңыр сұр түстес көпірек. Үстінде де күту залы бар, отырып күтсеңіздер болады. Осындай тепешектер. Сайран бекеті Алматы метросының 8-ші бекеті. Тереңдігі бойынша 11 метр екен. Мен келесі станцияға кеттім. 10 минуттай күту керек екен. Достар, Алатау бекетінен түстім. Бұл бекеттің ерекшелігі платформалар. Міне, екі платформа мына жерде бірге орналасқан.
басқа осы қазірге дейін түсірген станциялардың платформалары екі бетінде көрінбей тұратын еді ғой, мында көрініп тұрады. Қараңыздар, неше түрі мындай экранда рекламалар, суреттер тұр. Алатау бекеті деп жазылып тұр. Мына жерде адамдарға ыңғайлы болу үшін көше аттары, қандай маршруттар барады, осындай карта қойып қойыпты. Мына метроның картасы. Қараңыздар, мына Бауыржан Момышұлы бекетіне міндік, Сарыарқаға келдік, Мәскеуге, Сайранға. Қазір біз Алатау метросындамыз. Неше түрлі карталар, осылай рекламалар іліп қойған. Қараңыздар, төбесінде таудың суреттері. Алатау деп сондықтан айтқан шығар. Алатау метросына лайық етіп, осылай таулардың суреттері, Алматы қаласының суреттері ілінген екен. Өз пойызымды күтіп тұрмын. Әлі 6 минут бар. Жақтан келеді қазір. Әуезов театрына келдім. Мінекей Әуезов театры бекеті. Келесі пойыз келем дегенше 9,5 минут бар. Көріп тұрма сіздерге, сағат көріп тұр. Ал 9 минутта біз осы бекетті аралайық. Қараңыздар, қандай әдемі қоңыр, мына жерде сұр қоңыр түстес, мына жерде оюмен әдемі қатты тұр. Әдемі жасалған есіктері шетірі аркамен. Көрейік. Не қараңыздар, қандай әдемі көрінеді. Люстраларын қараңыздар, әдемі, қандай күшті, бір андай ескі заманға түсіп кеткен. Мына жақта күту залы. Мына жақта келесі бетте пойыз жүреді. Қыздардың суретін көріп кетейік. Қараңыздар, күшті музыка қойып қояды екен осылай. Осыған дейін бекеттерде естіген жоқпын. Жігіт пен қыздың суреті, құстың, бүркіт, ата, апа, кішкентай баланың атқа мініп жатқан, атты ер тоқым. Мұнда батыр жігіт. Жерде ән салып жатыр, домбырамен жігіт. Жылқылардың күшті бейнеленген, қараңыздар. Мына жерде үйленіп жатқан жігіт пен қыздың суреті сияқты. Шашу шашып жатыр, қобыз ба? Ойнап жатыр, домбыра, киіз үйдің ішінде. Әдемі бейнеленген. Мына жерде просто сурет салып қойған сияқты көрінеді ғой. Ал шындығында бұл қараңыздар, қандай майда тастармен жасалған. Сары, тас па, кафель ма? Көрініп тұр ма сіздерге? Әдемі, иә? Күшті. Аттың үстінде батыр, бүркіттің. Мына жерде ит па, қасқыр ма? Мұнда ата апасы, қозы, немересі, қандай күшті сурет. Ата-анасы, кішкентай бөпесі. Бұл театрдың тереңдігі 30 метр, өте терең. Бізде одан алдында 33 метрге Сарыарқада, сондай болған. Өте әдемі бекет екен, маған қатты ұнады. Мына жағында да осындай суреттер бар екен. Әр түрлі күш сынатып жатқан қыздардың. Мінекей достар, Байқоңыр бекетінен түстім. Байқоңыр бекеті осындай көк пен ақ түсті. Күту залы. Тереңдігі бойынша 20 метр. Қатты терең емес. Әдемі суреттері де осылай. Әр жерде телевизор қойып қойған, рекламалар жүріп жатыр. Мына жақта да үлкен экран бар. Достар, жалпы метроға
мынандай оңай карточкасы арқылы да басып кіруге болады, ішіне ақша салып 100 теңге алады. Проездной сатып алсаңыздар да болады. Міне. Немесе бұндай карточкаларыңыз жоқ болса, жаңағы жетонмен кіресіздер. Әдемі көрінеді екен көк түсте. Мәскеуде қызыл болған, байқадыңыздар ма? Мынау Байқоңыр бекеті көкпен ақ түс аралас екен. Бұл Абай көшесі мен Байтұрсынов көшесінің қиылысында орналасқан. Достар, келесі бекет Абай бекетіне келдім. Бұл Абай көшесі мен Мұханов көшесінің қиылысында орналасқан. Ең терең орналасқан бекеттің бірі. Тереңдігі 78 метр. Ойлаңыздаршы, қазір сіздерге эскалаторды көрсететін болам. Мінекей іші осындай. Қоңыр түстес. Әртүрлі экрандардан рекламалар көрсетіліп жатыр. Енді бір күштісі мына жерді көрсетейін сіздерге. Мінекей қараңыздар, Абай атамыздың суреті. Оның қасында осындай Мұхтар Әуезов театрының, аржанда тағы да Қазақстан гостиницасының суреттері сияқты. Ар жерде цирк. Біріңді қазақ, біріңді дос, көрмесең істің бәрі бос деп. Абай атамыздың өлең жолдары, сөздерін, қара сөздерін жазып қойыпты мұнда. Қандай әдемі. Қоңыр, сор түстес. Мына жақтан жан-жақтың бәрі рекламалар. Осылай сыртқа осы тепешіктер арқылы және эскалатор арқылы шығып кетесіздер. Қараңыздар, эскалаторға келе жатырмыз. Оған дейін қаншама тепешіктерден өттік. Бірақ мына осы Абай бекеті өте тереңде орналасқан. Қараңыздар, эскалатордың өзі. Қараңыздар, көрдіңіздер ма? Өте терең. Не вообще басым айнап кетеді бар ғой. Ұстап тұрмасаң. Асықпа, өте терең. Қараңыздар. Жақындан көрсетейін. Жаңағы эскалаторға мініп түспей қояйын деп пойызға бара жатырмын. Келесі бекетке барамыз бердім. Мінекей осымен Абай бекеті осылай. Достар, Алмалы бекетіне келдім. Қараңыздар, іші қандай әдемі. Тоже. Мына люстралары басқаша екен, өзгеше 3-4-5 6 люстра бар екен. Қараңыздар, қабырғалары майда. Мындай сұр, қоңыр. Түстерден оюланып жасалған екен. Әдемі. Маптыр әдемі екен. Мына жерде не екен? Шыныдан жасалған екен, көрейік. Не стекло ма? Стекло ішінде. Қараңыздар. Әдемі екен. Сіздерге қай метроның әдемілігі, осылай дизайны, интерьері ма ұнады? Комментарияға жаза кетіңіздер. Бұл Алмалы бекеті, Алматы метрополитенінің 3-ші станциясы. Өте әдемі екен іші. Достар, келесі бекетке келдім. Жібек жолы бекеті. Тура қараңыздар, іші Алмалы бекетіне ұқсайды, мындай 4-3-4-3-ті. Мына сызықтары басқаша. Мындай 4-3-ті кафельдері ұқсайды екен. Люстралары басқаша екен. Қараңыздар, тоже экрандардан әртүрлі рекламалар. Мына жақта басқа суретке көрейік. Бірақ барлығы ұқсас екен. Алмалы бекетіне ұқсатып тұрмын. Мына кішкене стеналары, клеткалары ұқсайды екен. Мына жақта қандай сурет бар екен, көріп шығайық. Әртүрлі заттары бар. Керуен сияқты, мына жақта Түркістан сияқты ма? Мына жерде қандай? Әртүрлі. Әртүрлі, мына Қожа Ахмет Яссауи кесенесі төбеде тұрған, көрдіңіздер ме? Одан кейін мына пирамида ма? Әр мемлекеттің бір Тадж Махал сияқты, Индиядағы. Пирамида, мына астында тұр екен ғой пирамида.
әртүрлі мемлекеттің ерекше бір кесенелері орналасқан сияқты. Қарап шығыңыздар. Әдемі, иә, тоже. Адамның бейнесі қатты. Ою-өрнектер. Жақсы жазылған екен. Мінекей, қараңыздар. Әдемі көрінеді, иә. Достар, бұл Жібек жолы бекеті Алматы метросының екінші бекеті, яғни екінші станциясы. Тереңдігі жағынан 30 метр, ал мына платформаның ұзындығы бойынша 104 метрден. Бұл енді екінші станция, біз енді ең бірінші салынған Алматы метросының бірінші станциясына қазір баратын боламыз. Келе жатырмыз. Достар, міне соңғы аялдамаға келдік. Бірақ соңғы аялдама болғаннан мен бірінші станцияға келіп тұрмын. Алматы метрополитенінің бірінші станциясы. Қараңыздар, Райымбек Батыр бекеті. Неке Райымбек Батыр бекеті. Бұл ең алғаш 2011 жылы бірінші станция болып құрылған. Қараңыздар, достар. Өте таяз, 5 метр жерден 5 метр тереңдікте орналасқан. Ортасында осылай жарықтар орналасқан. Неке екі бетінде де. Неке ана бір жерінде сурет тұр, Батырдың, Райымбек Батырымыздың. Қазір көрсетемін жақын. Неке. Неке, қазір бәріміз мен қайтадан Жібек жолына барайын деп жатырмын. Ал достар, сіздерге ұнаған болса, лайк, комментарий жаза кетіңіздер. Ал достар, бүгінгі блогым ұнаған болса, екінші жақтан пойызге жатырмын. Ал достар, мен Жібек жолы бекетіне қайтадан келдім. Қазір осы жақтан шығамын, сабағыма бару үшін. Осы жақ маған жақында. Бүгінгі блогым ұнаған болса, комментарий жазып, қолдап кетіңіздер, лайк басып. Сіздерге көп-көп рахмет.